Hi, I'm Play. Және достар, бүгін біз не баяғыда танымал болған өлең, негізінде оны қазір елдің бәрі ұмытып кеткен шығар. Сіздер мына өлеңді білесіздер ме? Естеріңізде ме? Сені алғаш рет көргенде жаным, жүрегімнің бөлігі екеніңді бірден білдім. Қасыңа баруға батылым бармай, айдай сұлулығыңа тек сырттай таңдандым. Мүмкін бұл сезім елес. Достар, мен бұл өлеңді тыңдай беретін, қайта-қайта тыңдай беретін лайк басыңыздар егер сіздер де осы өлеңді ұнатсаңыздар тыңдағандай. Мен просто керемет өлең. Мен бұны нечайно есіме түсіп кетті бұл өлеңші. Қандай пранкпен өлең жасасам, мүмкін 91 бір өлеңдер жасасам ба деп көбірек просмотр жинайды дедім. Одан кейін онша желание ұрған жоқ негізінде 91 өлеңдерін естігенге. Сені алғаш рет көргенде жаным, жүрегімнің бөлігі екеніңді бірден білдім. Сүйемін сені, жаным, сүйемін сені. Махаббат неге сонша қинадың мені? Сүйемін сені, жаным, сүйемін сені. Мөлдір көзіңді, тәтті сөзіңді. Сүйемін сені, жаным, сүйемін сені. Приятно читать. Ұқсас жоқ? Қасыңа баруға батылым бармай. Йо, оқып, шоке отқан жүр. Печатайды, жазып отыр. Күтеміз. Не жазады екен? Жазсайшы. Тезірек. Жүрегіңіз бір нәрсе болып тұрған сияқты, бір нәрсе жазып кез. Естімеген мені бұл өлең сонда. Бұл хит еді кәдімгі, бұны естімеу мүмкін емес қой. Мүмкін бұл сезім елес, махаббат емес. Білмеген міне бұл өлеңді қалайша мәсаған. Бұл қазақша өлең кәдімде танымал болады ма? Бұл өлең тыңдама деген мүмкін емес қой. Қазір білет негізі, өтірік білмеген адам жақта отырайды походу. Манчуаннан да күшті болады ғой кезде өлең деген. Ондай эмоциональный өлең мен әлі өмірімде ешқашан тыңдаған жоқпын одан басқа. Тез адамды уайымдата бермей 10 сағат ойланып отырған. Тене бересіз адамды. Ого, романтик дейді. Романтик. Текке шарудың сұлулығы саған жетпе. Жазған сайын бір уайымдап кетесің, бір қазір бір кетші барар деп жазып жүрген сияқты отыр. Ой, рахмет дейді. Әдемі келбетіңді түсімде көремін. Ал кетші барар деп жазып жүрген сияқты бір түрлі болып отырасың да қорқып. Көті қысшы деп жазып жүрсе бір түрлі болып қалатын сияқтың ғой. Аузың чапшы десе бәле ғой. Өз жазып отқан кезде. Ол болады деп таза. Мен тезсе жазам, ол асықпай жазам елді. Бір кнопканы басып қойып күтіп отырады ойдың, уайымдатып қойын деп қойып. Походу қыздар жетесіңдер ғой, мен комментарийді қалдырыңдаршы, жетесіңдер ма шынымен? Қыздар жетеді натуре. Печатайды дейді, күтесің, 10 минут күтесің, 10 минуттан деген сообщение келеді. Ана жерде бір түрлі оқасың натуре. 10 минут бойы деген жазу не істедің ма сонда, или қалай ойлан, или подружкаларына көрсетіп барып не жазатындарыңды ойласа жазасыңдар ма, соны түсінбейсің кейде. Дейді түсінбей жатыр. Сүйемін сені, жаным, сүйемін сені. Қазір предложение жасап отыр да ойлап қалды ғой, бір түрлі болатын болды. Кешір мен егер осы видеоны көріп отырсам, просмотр жинау керек не деген. Просмотр жинау үшін емес, қызық негізі, өзіме де ұнайды. Мен орысша каналымда бір емес 2 пранк жасадым. Бір өзінде өлеңмен пранк, бір өзінде Skyrim деген The Elder Scrolls'тан не болды. Егер көргеніңіз келсе, ссылкасы астында болады. Егер тағы да қазақша пранк өлеңдермен көргеніңіз келсе, лайк басып мен қолдап отырыңыздар. Мұнда видеоларды көбірек шығатын болады. Ондай пранк қана емес, мен летсплейді по-любому тастамаймын, летсплейді армандапсыңдар. Летсплей түсірген маған ұнайды. Майнкрафтты білмеймін. Егер Майнкрафтты түсірген қаласаңыздар, астында Майнкрафт түсір деп жазыңыздар, чтобы
Майнкрафт көргісі келетін адам бар екен білейін, хотя бы. А то Майнкрафт көргілерін келмесе мен оны түсіргеннен не пайда, бәрі сіздер оны қызықпасаңыздар, оқыған? Кенде жауап бермей жатыр. What the fuck? Бұл шынымен ойлап қалды, мен черный списокқа тықсамас қалды. Қазір көріңіз. Ол қазір қарандар. Әлі оқымады. Әлі оқыған жоқ. Қашан оқисың? Оқысайшы, тезірек. Кән оқыш. Бұл түсінбеді айды, шынымен жазады деп ойлап қап. Это типа любовь с первого взгляда, суретімді көріп дейді. Одан кейін сообщение жазбай қойды. Вау. Мен жаздым, бірақ пранк екенін бірден айттым. Ол ойлап қалмасын, жаман ойлап қалмасын деп. Күн тәтті бетіңді түсімде көремін десем. Сүйемін сені, жаным сүйемін сені. Это типа любовь с первого взгляда, суретімді көріп дейді. Айо, армандар күштелдерін еді. Ал мол отчет қайтарған жоқ, походу ренжіп қалды. Ренжімей ақ қой, мен видео түсірдім. Егер осы видеоны көріп отырсам, маған сообщение қайтып жаз. Егер ренжімедім деп жазатым, сообщение қайтып жазуға уже ұялам. Уже қадірім кеткен сияқты. Салам. Басқа қыздарды көрейін. Друзья дейміз. Онлайн дейміз да, арасынан женский пол таңдаймыз. Іздейміз. Онлайн отқан қандай қыз бар екен. Ақмар Орынбекова дейді. Мен классас қыз болдым айташ. Алло, да, пранк песня андай десең күліп жіберіп отыр. Айо. Қайт күлмейсің даған достар. Лайк басыңыздар егер видео ұнаса. Ойбай 6400 бар, қазір сообщениемді оқымайтын да шығар ол. Өздері кейбіреулер атта дружба жасайды, оларды қабылдайсың. Мен Дана Оразбаева, да, Альбина Ашырбай дейді. Классыз қыздар ғой, жазбай ұяласын, онда айтшы, бір түрлі көрінеді. Айо. Солай енді. Достар, осы видеоны көргендеріңізге үлкен рахмет. Сіздерге ризамын. Мен каналыма жазыңыздар. Мен Балкабай деген орысша каналыма, White Media'ның арнасына жазыңыздар. Let's Use деген мен орыс деген Әзербайжан досым бар, оны скайпта біз керемет араласамыз. Орысша каналда онымен бірге түскен видеолар да көп. Сол үшін арнаға жазыңыздар, достар. Мен мына бутылка су деген челлендж түсіргем. Оны Ивангай түсіргенде, Ивангайдан не істегенсің, плагиат деп сообщение жазады, комментарий жазады да. Неге олай? Оған Фроста түсіреді, оған тағы да миллиондаған адамдар онда челлендж түсіреді. Челлендж деген бәріне бар та, бір адам шығарса, екінші адам оны көшірсе, одан кейін басқа адамдарды көше береді, оны бәрі көше береді, мысалы ше. Оны ағылшындықтар шығарған негізінде. Жоқ, ағылшындықтар емес. Бразилиялық ютубер 25 миллион подписчигі бар ютубер шығарған, бұл Bottle Flip Challenge. Одан кейін барып Ивангайдан алған, Ивангайды көргеннен мен де алдым. Ивангайдан көргеннен Фрост алды. Одан кейін тағы да Янго да істеді. Барлығы істеп жатыр, оның күнәсі жоқ деп ойлаймын, достар. Егер осы видео сіздерге ұнаса, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, тағы да не істейсіздер. Егер арнаға жазылыңыздар, дос болмаймын, егер мен арнама жазылмасаңыздар. Ал жазылу сіздердің өз еріктеріңіз, өздеріңіз білесіздер, кімге жазылсаңыздар да. Мен сіздерді қинап атқан жоқпын деген әңгіме ғой, короче. Достар, сіздерге шын жүректен ризашылығымды айтамын. 500 подписчик. Йоу, қалай қуанбайсың маған, достар? Лайк басыңыздар, арна жазыңыздар. Сіздермен болған Балкаплей. Бәріне бай-бай. Йоу. Сені алғашқы рет көргенде жаным, жүрегімнің бөлігі екеніңді бірден білдім. Қасыңа баруға батылым бар.
ayt tек sırtay tangdandım мүмкін бұл сезім елес